Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге біз Алишер арнасы. Және де бүгін біздер жаңа киноға обзор түсіретін боламыз. Бұл киноның аты өлім лабиринті деген кино. Ақшасын, шығынын, анау мынауын айтпай қояйық, бірден киноға кірісіп кетейік. Кинода бір бейтаныс қыз бір жерден оянады, және оның қасындағы бөлмелердің барлығы, терезесі, есігі, барлық жері жабық болады, және де оның басы айналып жерге талып құлап қалады. Сөйтіп сәлден соң оянады, және де басқа бөлмеден өзі секілді танымайтын адамдарды байқайды, және бұның барлығы жай ғана ойын екенін түсінеді. Сол кезде бұларға шарт келеді. Егер де кім осы ойынның ішінен тірі қалатын болса, соған көптеген ақша беріледі. Және де барлығы ұтқысы келеді. Бірақ та ішінде бір полиция адамы бар, және де оның қару болатын. Қалғандарына: сендер қорықпаңдар, мен қарумен тек өз-өзімді қорғау үшін және бір-бірімізге тиіспеу үшін ғана алдым дейді. Және де полицейский: ақша емес, жай ғана бұл жақтан шығып кетудің амалын табайық дейді. Және де олар шығудың амалын іздеп, ортадағы столды алып, есікке ұра бастайды. Бірақ бұлардан түк шықпайды, және полицейский есікті ата бастайды, бірақ одан да түк шықпайды. Сөйтіп барлығы жан-жақтан бөлініп, бұл бөлмеден шығудың амалын іздей бастайды. Әттен, бірақ оңай шығып кететін болғанда бұл ойын қызық емес болатын еді. Және де сәлден соң оларға тамақ келеді. Яғни тамақ дегенде ыссы картошка мен қасына нан ба, бірдеңсе қысқасы. Сөйтіп барлығы тамақты жеп отырады, барлығы теңдей бөледі. Сосын біраз уақыттар өткесін адамдар шаршап бөлмеге бөлініп жата бастайды. Қыздар қыздардың қасына, ұлдар ұлдардың қасына, білімділердің қасына деген секілді. Сөйтіп түн уақытында бір дыбыстар шығып, және солардың арасынан бір адам жоғалып кетіп, қырылыс басталып кетеді. Және де осылардың ішінде мына қара нәсілді рэпер бар, және де бұл рэпер басқалармен қырыла бастайды. Әркім өзімен қырыла бастайды, және полицейский барлығын тоқтатқысы келеді. Сөйтіп сәлден кейін адамдар барлығынан шаршап, қатты музыка ойнаған кезде жанындағы шараптарды алып әбден мас болады. Сөйтіп мас болып болған адамдар бір-бірімен қырыла бастайды, және де солардың ішінде бірнеше адам өледі, және де полицейский мына қара негрді бір бөлмеге қамап тастайды. Сөйтіп тағы да тамақ келеді. Сол кезде қалғандары: ана қара негрге де апарып беріңдерші тамақты дейді. Бірақ та полицейский соған апарып берген кезде қара негр өзінің тамағында деп оны есікке лақтырып жібереді. Сосын полицейский сәл уақытқа шығып кеткен еді. Сол кезде адамдардың ішінен біреуі негрге көмектескісі келіп есікті ашады. Және полицейский оған жүгіріп бара жатырған кезде негр есікті ашып, полицейскийдің бетінен бұрып, оны талдырып өлтіріп тастайды. Йо-майо, адамдар ақша үшін не істемей жатыр. Сөйтіп сәлден соң жаңағы есікті ашқан адам рэперге, яғни негрге барса, ол асылып өліп қалыпты. Сәлден соң адамдар тағы да төлесе бастайды. Барлығына керегі ақша. Полицейский өлгеннен кейін тәртіп бұзылып, барлығы бір-бірін өлтіре бастайды. Достар, өлімді айтқан кезде былай әрқайсысын бүйтіп айтып отырғым келіп тұрған жоқ, себебі қазір 1 секундты былай тың еткізген кезде барлығы өліп қалады мына жердегі. Ана индийскийге ұқсап соза отпай, тек былай өткізе салайық тек.
Әйтсе бұлардың өлімі деген біртүрлі, біреуін ремеймен қылғындырады, сол кезде атып тастайды бір-бірін, оқтары қисық кетіп өлмей қалып бір жерге құлап өледі. Қысқасы барлығы өледі сол жердегі. Сөйтіп ең соңында мына оқымысты барлығын өлтіріп тастап, мен жеңдім деп жатады. Сол кезде қуанып жатырған кезде унитаздың ішінен бір қыз атып шығып, мен әлі тірімін деп соған қарай жүгіреді, және екеуі қырылып жатырған кезде екінші этаждан құлап түседі. Сол кезде оқымыстың ішіне манағы кесіп қойған бутылканың шөлмегі ішіне кіріп өліп қалады. Сол кезде қыз дорба толы ақшаны ұтып алады. Бірақ та қыз сыртқа шығып қуанып жатырған кезде өзі секілді ұтқан адамдарды көреді. Сонда бұл ойынның соңы емес.